Бір данышпан: әлемді, жерді жап-жарық етіп отыратын екі нәрсе бар. Біреуі күн, екіншісі әйел депті. Расында, дүниеге ұрпақ келіп, баласының жай-күйін жасайтын әйел, жолдасының ас-ауқатын дайындап, жұмысына шығарып салатын, қас-қабағын бағып, жағдайын қамдайтын әйел, ер азаматымен бірге көремін десе де, бар қиыншылыққа бір өзі төтеп беретін әйел. Сырты күліп тұрса да, іші жылап тұратын әйел. Әйелдің 40 жаны бар. Біреуі сөнсе, екіншісі жанып тұрады. Әйел өмірдің гүлі. Әйел ана. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербететін де осы аялы жандар. Әйел сұлулықтың символы, ал сұлулық дүниені құтқарады. Әрбір жетістікке жеткен ер адамның артында әйелінің шексіз махаббаты тұрады. Әрбір жетістікке жеткен әйелдің артында бір еркектің сатқындығы бар. Ұсқынсыз әйел болмайды, тек еріншек әйел болады. Әйел қандай іске араласса да, арты жақсылықпен аяқталады. Мен оған сенімдімін, өйткені әйел әлемді басқарады. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Заман қартайтқан әйелге бояну айып емес. Іскер әйел жаман еркекті орташа, орташа еркекті жақсы, ал жақсы еркекті жынды қылып жібереді. Әйелдерді сөйлетудің миллион түрлі тәсілі бар, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды, әдебиет сайқалының мыңға зияны тиеді. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды, тезірек ескелеп қайтаруға тырысады. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышы, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынысың, олақ мінчіл, қызғаныш күншіл, сырғақ сыншыл, бос сөз бұлшыл келеді дейді. Ерлер 4, ал әйелдер 6 сағат ұйықтау керек. Одан артық тек балалар мен пессимистер ғана ұйықталайды. Табиғат әйелге былай дейді: қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол, ал саналы, ақылды болуға міндеттісің. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын шешімді бірге қабылдағысы келеді. Әйел ана бір қолымен бала тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Әйел табиғатының өзі осындай, тыйым салынған тамырдың дәмін татып, әбден құмарынан шыққанша қинала беруге жаратылған. Ештеңеге қарамастан үйлен, жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Құдіретті өшпес өмірдің сарқылмас бұлағы, әйелді, ананы ардақтайық. Адам бойындағы барлық жақсы қасиет күннің нұрынан, ананың сүтінен тараған өмірге деген махаббатымыздың өзегі де міне осында